Жәнеділ Үнжүл. Бастауыш сынып мектебім бүгін міне қош дедім. Білмей қалдық 4 жылдан қалай зырлап өткені. Қош бол құтты бастауыш, сенен оқып бастадым. Білім бердің бойыма, нәралды сенен Қош бол құтты бастауыш, сенен оқып бастадым. Білім бердің бойыма, нәр алдым сенен жас жаным. 4 кісім оқушысы. Қош бол құтты бастауыш, сенен оқып бастадым. Білім бердің бойыма, нәралды сенен жас жаным. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей болып күлімдеген жарықсыздар. Дей келе құрметті ұстаздар, Айсұлу апай, Дин апай, бүгінгі соңғы қоңырау мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмыста абыройлы, табысты болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Еңбектеріңізді ақтайтын шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерге мың алғыс 4-гі сынып ата-аналарының атынан. Қызылорда қаласының Тасбөгет кентіндегі 257-ші мектептің ұстаздары және де бастауыш сынып 4-гі бастауыш сынып жетекшісі Дина апайға алғысымыз шексіз. Мен Каусар қызымыздың нағашы әжесі болам. Міне бастауышты бітіртіп, үлкен жолға салып атқан Дина апайға мың алғыс. Осы отбасыңызға береке тілеймін, өзіңіздің басыңызға денсаулық тілеймін. Мектепте абыройлы болып, әрқашанда биіктен көрініңіз, өзіңіздің білімділігіңізді көрсетіп, осы біздің балдарымызға жақсы тәрбие, білім беріп, мінекей үлкен жолға шығарып салып жатсыздар. Сіздерге мың алғыс.